бай болу керек, бірақ байлықты Алланың разылығы үшін деп, ертең ақиреттегі менің жәннатымнан бір орын алу деп, құрал деп білу керек. Негізгі мақсат болып кетпеу керек, жарай ма? Ал енді дүние беріледі. Дүниені іздесең беріледі, иншалла. Бірақ дүние аспаннан жаумайды. Осыны да білуіміз керек. Дүниеге не істеу керек? Сағи дейді. Дүниені іздеу керек. Дүниеге бас қатыру керек, тырысу керек, оқу керек, тоқу керек. Дүние де өзі, мал да өзі. Ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді ғой Абай атамыз. Сондықтан да бас істейтін адамдар, ғылым білімді игерген адамдарға дүние бітеді. Дүние де өзі, мал да өзі. Ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді жігіттер. Сондықтан да оқу керек, тоқу керек. Бір күні Омар радиаллаху анху жұма намазынан кейін халифа болып тұрған заманда мешітке кіріп қалады ғой, тексерейінші деп. Сөйтсе бір 3-4 жігіт отырады. А сіздер білесіздер, Құранда аят бар ғой, жұма намазынан кейін Алланың нығметін іздеуге тарап кетіңдер деп айтатын. Сөйтеді, олар аятқа қатты амал еткен сахабалар білесіздер. Омар радиаллаху анху таңғалып қалады, мыналар аятқа қарсы қалай отыр мына жерде. Шашырап кетпей ма? Шашырап кету керекпіз ғой. Мал дүние іздеңдер деді ғой Алла Тағала Құранда. Азан намаз оқып біткеннен кейін не істеңдер деді? Жер бетіне шашырап кетіп, Алланың несінен іздеңдер деді? Мал дүниесінен, нығметінен іздеңдер деді ғой. Бұлар не істеп отыр деген енді ой пайда болды кісіде. Содан кейін анау бір топ мешітте отырған жігіттерге Омар радиаллаху анху келіп сұрайды ғой. Сендер кімсіңдер дейді. Біз тәуекел етушілерміз дейді. Аллаға тәуекел етіп отырмыз дейді. Алла бізге өз дүние береді дейді. Сол кезде Омар радиаллаху анху бүйтіп айтады. Ас-самау ла тумтиру захаба вала фидда. Сендер білмейсіңдер ма, ана аспаннан күміс пен алтын жаумайтынын? Алла Тағала Құран-ы Кәримде жұма намазын оқығаннан кейін фаиза қудияти салату фанташиру фил арды вабтагу мин фадлилла деп айтқан жоқ па сендерге дейді. Ей, жұма намазы біткеннен кейін жер бетіне шашырап кетіңдер де Алланың нығметінен, байлығынан іздеңдер, жұмыс жасаңдар деген жоқ па? Барыңдар да жұмыс жасаңдар деп тәбішкемен қуып шыққан дейді мешітте. Дүниені табу керек, дүниені іздеу керек жігіттер. Ол дүние не істеп қалмайды? Алма піс, аузыма түс деп келе қалмайды өз-өзімен. Сол кезде ана шығып бара жатқан кезде бүйтіп айтқан ғой. Естеріңде болсын бірақ деген. Алла Тағала рызықты адамдарды бір-біріне байлап қойған деген да. Себеп қылып қойған деген да. Аспаннан жаумайды, бірақ адам адамға себепкер болып байиды. Адам адамға себепкер. Компаниян болады, анау анаған себепкер болады, мынау мынаған көмектесіп жібереді, анау анадан машинасын сөйтіп не істеп кетесің, себебін жолдарын тауып не істеп кетесің, 1+қа шығып кетесің дейді.